Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздерге дәмі ерекше жұп-жұмсақ балғын булочканың рецептімен бөлісетін боламын. Бұл булочканың ерекшелігі бетіндегі посыпкасына байланысты. Ең алдымен ыдысымызға 500 грамм сүт құятын боламыз. Одан кейін 7 грамм дрож қосатын боламыз. Одан кейін 3-4 ас қасықтан ұн салып араластырып отыратын боламыз. Менікі примерно 8-9 қасықтай болып шықты. Одан кейін оның бетін жауып 15 минутқа жылы жерге жібереміз. Сол кезде біздің қамырымыз көтеріліп шығатын болады. Сонан соң бөлек ыдысқа 2 жұмыртқа, қант, май бәрін қосып араластыратын боламыз. Одан кейін жанағы көтерілген массамызды алып келеміз. Біздің массамыз осындай болып тұру керек, көтеріліп әдемі болып тұру керек. Осы массамызды жанағы жұмыртқалы массаның үстіне құйып араластырамыз. Одан кейін тағы да ұн қосамыз. Бұл жерде ұнның бәрін қосып жүрместе жанағыдай тура 8 қасық салып шығамыз. Әр 3-4 қасық салған кезде араластырып отырамыз, себебі біздің қамырымыздың көтерілгенде әдемі болып шығу үшін. Сосын қалған ұнымызбен тестаны қолмен араластырып бір ретке түрге келтіретін боламыз. Біздің қамырымыз сұйық немесе қатты болмау керек. Біздің қамырымыз жұп-жұмсақ болып тұру керек. Қолмен әбден жақсылап араластыратын боламыз. Сосын арнайы ыдысқа салып, бетін пищевой көлеңкемен жауып, 1 сағат немесе 1,5 сағатқа жылы жерге көтерілуге қоятын боламыз. Біздің қамырымыз көтерілгенше біз бетіне себілетін посыпканы дайындайтын боламыз. Оған бізге ұн, май, құмжегір керек болады. Біздің посыпкамыз осылай әдемі болып шығу керек, қолға жабыспайтындай болып. Одан кейін көтерілген қамырымызды алып 20 немесе 24 бөлікке бөлетін боламыз. Менің тестамнан 24 бөлік шықты. Әркімнің өз қалауы бойынша әртүрлі нәрселер қосса болады. Ал мен шоколад қостым. Сіздер сгущенка немесе малинаның вареньясы, әртүрлі вареньелер қоссаңыздар болады. Сонан соң біз тапаға орналастырып, бетін пищевой көлеңкемен жауып 15 минутқа біздің қамырымыз әдемі болып көтерілгенше қойып қоямыз. 15 минут тұрған соң бетіндегі пищевой көлеңкесін алып тастап, осылай бетіне арнайы дайындалған посыпканы сеуіп шығатын боламыз. Бұл духовкада 180 минутта 20-25 минутта пісіп шығады. Осылай 180 минутта, менікі 25 минутта пісіп шықты. Осылай әп-әдемі тәп-тәмді болып шықты. Балғын жұп-жұмсақ болып бәріңізге ас болсын.